Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әліппе бірінші сынып 87-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Ц дыбысымен әрпі. Балалар, сабақты бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Әліппеде осы жердегі тапсырмалардың барлығын ашып қойыңыздар. Осы бетпен жұмыс жасаймыз. Балалар, сабағымызда әдеттегінше жұмбақты шешуден бастайық. Аяғын жерге тірел қалып, шеңбер сызды шырайын алып. Ол әрине циркуль. Осы циркуль деген сөзде кездесетін жаңа әріппен танысамыз. Ол Ц дыбысымен әріпі. Бұл қандай дыбыс? Ц дауыссыз дыбыс, себебі бұл дыбысты айтқанда өкпеден шыққан ауыз қуысында түрлі кедергіге ұшырап, ауа қысылып шығады. Сол себепті де әліппеде Ц дыбысы көк түспен таңбаланады. Ц дыбысының жазбаша түр нұсқасын салу үшін мына жерге назар аударайық. Әліппеде бұл жазбаша түрі берілген, яғни ирелеңдеуші сызықтан бастап жоғары қарай көтеріп, келесі ілмекті сызып, одан кейін мына қосымша аяқшасын саламыз. Кіші сыны салған кезде дәл солай бірінші ілмек жоғары көтеріледі, екінші ілмекке жалғасады және аяғын бірден саламыз. Жазу барысында қолымызды үзбей жазып шығуға үйренейік. Ц әріпін өзің жіптің көмегінен жасап көр. Балалар, мына суретке назар аударайық. Бұл ненің суреті? Әрине, бұл цирк. Осы уақытқа дейін циркке барып көргендеріңіз бар ма? Бар болса, ол жақта не істейді? Жалпы цирк адам үшін, балалар үшін қызықты ма? Әрине, балалар, циркті жақсы көрмейтін адам жоқ шығар. Біреулер оны сайқымазақтар үшін жақсы көрсе, енді біреулер жабайы аңдарды, тіпті биіктігі бағындырған мықты әртістер үшін жақсы көреді екен. Осы цирк сөзінде де Ц дыбысы келеді. Олай болса, осы циркке байланысты мына суретке назар аударайық. Сайқымазақтар бейнеленген түрлі өнерлерін жануарлардың көмегімен көрсетіп жатыр. Осы суретке байланысты берілген бізде мәтін бар. Бұл мәтін циркте деп аталады. Ең алдымен мәтінді оқымас бұрын Ц дыбысы қатысқан сөздерге назар аударайық, бірге оқиық. Цех, цирк, цемент, мотоцикл. Циркте. Мен циркке жиі барамын, өйткені онда бәрі қызық. Хайуанаттар өнер көрсетеді. Аю велосипед тебеді, піл доппен ойнайды. Сайқымазақтар көрермендерді күлдіреді деген мәтін беріліпті. Осы жерде кездесетін Ц дыбысына байланысты сөздерді және мәтінді бірнеше рет оқып шық. Ц дыбысы сөздің басында және сөздің ортасында да кездесе алады. Олай болса, Ц дыбысы қатысқан бірнеше сөздерге назар аударайық, суреттерді бақылайық, сол суретке байланысты сөйлем құрастырайық. Бірінші суретте біз жаңа айтып өткен бұл әрине цирк. Цирк көтеріңкі көңіл күй мекені. Келесі суретте ол цех, балалар. Цех деп отырғанымыз қажеттерді жасап шығаратын орталық. Әртүрлі цех болуы мүмкін. Ол маталар цехы, немесе әртүрлі жемістер цехы, немесе түрлі азық-түліктер цехы деген секілді керекті заттарды шығаратын орын. Келесі суретте ол цемент. Цемент деп отырғанымыз, балалар, құрғақ, ұнтақ, тез қататын құрылыс материалы. Үйді салған кезде осы цемент материалын пайдаланады. Келесі суретке назар аударайық. Бұл суретте авиация деп аталады. Авиация ауаға ұшақтарды ұшыру орталығы. Және мына суретте бұл офицер. Офицер әскери адам болып табылады. Яғни, жаңа біз айтып өткен барлық сөздерде авиация, офицер, цирк, циркуль сөздерінің барлығында Ц дыбысы қатысады екен. Соңғы тапсырманы орындайық. Мына жерде бізге суреттерден бір сөз құрастыру керек. Яғни бірінші күн берілген, оның К дыбысын аламыз. 10 солайынан алынады. Одан кейін Ц дыбысын қоямыз. Одан кейін керіктің Р дыбыстарын аламыз. Және от дегенде Т дыбысы келеді. Яғни бізде шыққан сөз концерт.
Концерт туралы мағлұмат білеміз бе, балалар? Жалпы концертке барып көргендерің бар ма? Концерт әрине ол адамдар көп жиналған қауымға өзінің өнерін көрсететін мәдени орталық, иә. Ол жерде әншілер, бишілер өз өнерлерін көрсетеді, ал басқа адамдар көңіл күйін көтеру үшін, әсем әуезге қарық болу үшін тамашалауға концерт залына барады екен. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.